Ұлттық ою-өрнектің шексіздігін суреттеген алматылық суретшілер 40-тан астам туындысын астаналықтардың назарына ұсынды. Еліміздің түпкір-түпкірінен жиналған күміс-көмей әншілер қарағандылық өнерсүйер қауымның құлақ құрышын қандырды. Мәди Бәпиұлы атындағы 3-ші республикалық дәстүрлі әншілер байқауында кім озған білгілеріңіз келсе, экраннан алыстамаңыздар. Шет елдерде жақсы танымалдыққа қол жеткізген отандық The Magic of Nomads тобы енді қазақстандық аудиторияны жаулауға кірісті. Қазақстандағы Түркияның мәдениеті күндері жалғасып жатыр. Осыған орай Астанада Осман дәуіріндегі сарай киімдері көпшілікке таныстырылды. Жанұясында 4 жан сурет салумен айналысады. Олардың әрбір туындысынан ұлттық ою-өрнекті кездестіруге болады. Қазақтың өнерін әлемге паш етіп жүрген Өмірзақ әулеті. Гүлназымды өнерге баулыған әкесі, 10 саусағынан өнері тамған ару көбіне майлы бояумен сурет салғанды ұнатады. Көрмеге әкелген туындыларының біразы осы бағытта. Сондай-ақ теріге, жібекке салынған суреттерді де осы көрменің төрінен табуға болады. Бүгінде қолөнер бұйымдарына сұраныс артқан, әсіресе шетелдіктердің қызығушылығы жоғары дейді қолөнер шебері. Елімізге көптеген елден шетелдіктер, қонақтарымыз келіп жатады. Олар өте тамсана қарайды. Бұл қандай өнер деген, бұл өте тамаша өнер екен. Біріншіден оның еңбегін бағалайды, екіншіден жәнегі сол туындыдағы тақырыбына өте қызығып, сондай өте бір тамсана қарайды. Сондықтан бізді шетелге көп шақырады. Кәлемхан апай отағасы Өмірзақ Рыстанұлының салған суреттерін бізбен әдемілеп кестелейді. Сол өнерін қыздары Айнұр мен Гүлназымға да үйретіпті. Қазақтың өнерін осылайша ұрпақтан ұрпаққа жалғастырып келеді. Бұл өнерді қалай бұл жастарға қалдыруымыз керек. Сондықтан жаңа европалық өнермен осы қазақтың ою-өрнегін екеуін ұштастырып, жаңадан заманауи бұрын майлы бояу кенепке түсірсе, енді матаға кесте арқылы түсіріп біз кестені осылай сурет өнеріне деңгейіне дейін көтердік. Осынымыз біз енді ұтпасақ, ұтылғамыз жоқ. Әр картинаның көлемі әртүрлі, жұмыс қиындығы да әрғалай. Бірі 2 апталық уақытты талап етсе, енді бірі 2-3 ай көлемінде аяқталуы мүмкін. Кейбір туындылар жылдар бойы жасалады. Өмірзақ әулеті сурет өнеріне жаңаша леп әкелді. Ұмыт болған біз кестені тері мен жібек матаға салынған суреттерді қайта жаңғыртты. Болашақта өнерлі отбасының туындылары Экспо 2017 көрмесіне қойылмақ. Камила Маулен, мәдениетке саяхат, Астана. Қазақтың қара домбырасы қиын қыстау заманда болсын, қуанышы қойнына сыймаған сәттерде болсын, әр қазақтың қолынан табылған серігі. Қос шектінің құлағында ойнаған күміс-көмей әншілер бүгін өзара мықтыны анықтамақ. Мәди Бәпиұлы атындағы 3-ші республикалық дәстүрлі әншілер байқауы Кеншілер шаһарында шымылдығын ашты. Әнші, композитор өзінің әндерімен және домбырадағы ойынымен даңқы шыққан Қарқаралының тумасы Мәди Бәпиұлы дәстүрлі ән мектебінде өшпес орын қалдырған. Мәдидің әндерін әлемге танымал Евгений Брусиловский операларында қолданған. Бүгінде әншінің ізін басып, дәстүрлі әндерді орындаушы әншілер қазақ өнерінің бұл түрін қайта жаңғыртуда. Мәди Бәпиұлы атындағы республикалық конкурс ең алғаш рет 2005 жылы ұйымдастырылған екен. Осымен 3-ші мәрте өткізіліп отырған байқауда еліміздің жас таланттары дәстүрлі әншілер бас қосты. Ең алғашқы байқаудың лауреаты Құрмашы Бышев бүгінде конкурстың да қатысушылардың да деңгейі анағұрлым өскенін атап айтты. Келіп жатқан жастар көбінесе жас жеткіншек, жас балалар жаңағы осы дәстүрлі әннен сабақ алып жүрген, осы дәстүрлі әннің соңына түсіп, осы әнді насихаттаймыз, жалғастырамыз деп жүрген жастар келіп жатыр ғой. Саны да молайып келе жатыр. Жалпы Құдайға шүкір, осындай жас балалардың осындай дәстүрлі әнге бет бұруы әрине үлкен жетістік, үлкен қуаныш. Биылғы сайысқа Алматы, Астана, Семей, Петропавл, Жезқазған, Павлодар және Көкшетау қалаларынан 40-қа жуық әнші қатысты. Жезтаңдай күміс-көмей әншілердің ішінде әділқазылар тобын таңғалдырғандары да болды. Алайда кемшіліктер де жоқ емес. Осы заманда, осы қоғамда мына дәстүрлі әндерге деген елдің ықыласы өте үлкен. Бірақ қанша айтқанмен де насихат құралдары өте жетіспейтін заман ғой. Сол үшін дәстүрлі әншілерді қарап отырсаңыз,
жалпы мынау теледидардан болсын, сахнадан болсын, кемшін тұстар өте көп. Өйткені насихат жұмыстарында мына дәстүрлі музыкаға деген көңіл бізде әлі жетіспейтін жағдайлар бар. Еліміздің әр аймақтарынан жиналған жас әншілер 2 күн аралығында бәсекеге түсіп, өзара кім мықтыны анықтады. Қазақ әндерін тапжылмай айтуда оқ бойы озып шыққан Ақмола облысының тумасы Мұқият Асқар болды. 2 күн қатарынан бәсекеге түскен дәстүрлі әншілер де, көрермендер де байқауға дән риза. Жыл өткен сайын тартысқа шығушылардың саны да артып келеді дейді ұйымдастырушылар. Сондықтан алдағы уақытта бұл республикалық байқау жалғасын табары анық. Айзада Бұлқайырқызы, мәдениетке саяхат, Қарағандыдан. The Magic of Nomads тобын ақш, Италия, Германияда әркез қошеметке бөлеп асқан құрметпен қарсылады. Алайда қазақстандық тыңдарман бұлардың шығармашылығынан мүлде бейхабар деуге келеді. Түрлі аспаптарда ойнайтын өнерпаздар еліміздегі танымалдығын арттырғысы келеді. Бұл топ басқалардан өзгерек, орындайтын әндері өздеріне орайлы, көңілге қонымды. Репертуар қоржындарында құлақтан кіріп бойдалатын ұлттық музыкамыздың ең мәуелі туындылары. Қазақтың халық әуенін заманауи этно-фьюжн стилінде орындайтын музыканттар отандық тыңдармандардың жүрегіне жол табатын кілт іздеп жүр. Әзірге олардың өнеріне деген лайық қошеметті тек шетелдіктер сыйлауда. Біздің тыңдарманымыз музыканы түсінетін, музыкадан сауаты бар. Бұлай жеңіл бір күндік музыканы тыңдамайтын адамдар және көбіне шетелдіктер. Елімізде шағын аудиториямен шектеліп, 50 адамға концерт ұсынып жүрген номадтықтар бүгінде өз жобаларына ұтымды жарнама жасаудың амалдарын қарастыруда. Музыкалық сауаты бар жандарды халық әндерімізге тәнті етіп жүрген бұл өнерпаздар кез келген талғамбаз тыңдарманның тәбетін оята аламыз деп отыр. Шығармаларын түрлі жанрда орындайтын The Magic of Nomads тобына танымал музыкант Ринат Гайсин жетекшілік етеді. Біздің музыкамызда жазда бар, попта бар, рокта бар, тағы да басқа стильдер, сондай бір микс ретінде біз соны сондай бір өңдеу істеп халыққа ұсынып отырмыз. The Magic of Nomads 2005 жылы құрылған. Алғашқы Бұлбұл заман атты дебютті альбомдарын Лондонның танымал студияларының бірінде жарыққа шығарған. Дәстүрлі қазақ музыкасын заманауи жанрлардың еріміне салып орындау оларды өзгелерден ерекшелеп тұрады. Ал жаппай пиар шараларын жасау ойлары олардың өнерге деген адалдығынан кейінгі екінші орында. Концерттерімізді түсіретін болсақ, міндетті түрде YouTube-қа саламыз, әлеуметтік желілерге саламыз. Қолымыздан келгенше енді халықты шақырамыз концертке. The Magic of Nomads келешекте зәулім сарайларды тыңдарманға толтырып, керемет кештермен елімізде гастрольдік сапарлар жасауды армандайды. Ұлттық музыкамызды насихаттауда біраз биіктерді бағындырған бұл өнерпаздардың армандары орындалар деп сенеміз. Серік Ноянбайұлы, мәдениетке саяхат, Алматы. Тәуелсіздігіміздің 25 жылдығына арналған бұл шарада Осман дәуірінде сарайда киілген киімдер арнайы көрсетіледі. Ерекшелігі сол, мұнда костюмдердің барлығы Адана қаласындағы қыздар училищесі студенттердің қолынан арнайы шыққан. Дефиледе бас аяғы 40-қа жуық көйлек үлгілері көрсетілді. Топтама Астанадағы Юнус Эмре орталығы мен Түрік ынтымақтастық және үйлестіру агенттігінің бірлесіп ұйымдастыруымен Қазақстанның 25 жылдығына тарту ретінде ұсынылды. Тика Казахстан olarak. Тика Қазақстан координаторының атынан сіздерді тәуелсіздіктің 25 жылдығымен құттықтаймыз. Сондай-ақ биыл Түркияның егемен ел болғанына да 93 жыл. Бауырымыз әрі досымыз болатын елдің қуанышымен бөлісу біздің парызымыз. Достығымыз мәңгі болсын. Кеште көпшілікті әсіресе қыз ұзату жоралғысы ерекше қызықтыра түсті. Мұнда дәстүр бойынша келіннің беті ашылып, қына жағу рәсімі көрсетілді. Екі өлкенің бауырлас елдің бір-бірін жақын тану үшін мәдениетімізді, әдет ғұрпымызды әрі қарай көрсетуді жалғастыра береміз. Мәселен, қазіргі таңда біз Экспо 2017-ге әзірлік қылып жатырмыз. Бұл байланысымызды одан әрі нығайып келе жатқанына тағы да бір дәлел. Осман дәуіріндегі сарай киімдері бұған дейін Германия, ақш, Португалия, Татарстан, Грекия, Алжир, Қытай, Голландия сынды елдерде үлкен ықыласқа, ерекше қызығушылық пен таңданысқа ие болған. Шарада Қазақстан үшін арнайы тігілген достық костюмі мен аданалық дизайнерлер жетекшісіне жиналған қауым ерекше қошемет көрсетті. Түрік текстилі Осман дәуірінде шарықтап дамыған. Бүгінгі киім үлгілері дәл сол кезеңді негізге ала отырып, жаңа заманға сай өзгертіліп жасалыпты. Сағыныш Назар, мәдениетке саяхат, Астанадан.